Аяқ-қолдың ұюына не себеп болады? Ең алдымен видеоны қарамас бұрын менің арнама подписки бөлімінде батырманы басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қолдың буыны мен табан маңызды екі жүйенің, яғни қан айналым мен жүйкенің тоғысқан жері. Қан айналым дұрыс жүрмесе, қажет жерге келмесе, онда ол жансызданып ұйып бастайды. Сондықтан да аяқ-қолы ұйып қалатындарға ең алдымен қан айналымын тексертіп алу керек. Ал екінші жүйе, яғни жүйкенің әсерінен ұйып қалса, онда оның шешімі жеңіл. Көбінесе компьютермен жұмыс істегенде ұзақ уақыт қаламмен жазу жазғанда қол, білек ұйып қалады. Бұл кезде аяқ-қолыңызға жаттығу жасап, ары-бері қозғалту керек. Сонда қан айналым дұрысталып, жүйке іске кіріседі. Нәтижесінде ұюдың алдын аласыз. Бұдан бөлекте аяқ-қолдың ұюына мыналар себеп болуы мүмкін. Жүйке тамырлары. Қол мен аяқтарда орналасқан жұлын мен ми тамырларының жүйкесі ауырғанда аяқ-қол ұйып белгі береді. Бұл көбінесе егде жастағыларда көбірек кездесетін сырқат. Демек, аяқ-қол ұйыған кезде жедел түрде жүйке тамырларының жұмысын тексерту керек. Екінші топтағы диабет ауруы. Аяқ-қолдың жиі ұюы қант диабетінің екінші түрінен белгі береді. Бұл кезде қолдың буынына қарағанда аяқ көбірек ұйып, мазаңызды алады. Дәрумен жеткіліксіздігі. Е, В1, В6, В12 және Р дәрумендері жүйке саулығына жауап береді. Демек, аталған дәруменнің тапшылығы да аяқ-қолдың ұюына себеп болады. Спирттік ішімдік, алкогольді қабылдау кезінде ағза дәрумен тапшылығына ұшырайды. Тамақ режимі бұзылады. Салдарынан жүйке жұмысын баяулатып, қан айналым нашарлайды. Соңынан аяқ-қол жансызданып ұйып қалады. Инфекция жұқтырғанда. Қауіпті инфекция жұқтырғанда да аяқ-қол жансызданып ұйып қалады. Нақтырақ айтқанда, лайм, спирт, иммунотапшылық вирус, желшешек, ұшық дертіне шалдыққандарда жиі кездеседі. Уланған жағдайда, тамақтан емес, химиялық заттардан немесе ауыр металдың әсерінен уланған жағдайда аяқ-қол өз жұмысын дұрыс атқара алмай жансыздануға әкеледі. Дәрі қабылдау. Дәріні де шамадан артық қабылдау аяқ-қолдың ұюына әкеледі. Ешқашан өз бетіңізше дәрі ішуші болмаңыз. Өйткені басыңыз ауыра қалса, үйдегі кез келген дәрі көмектеспейді. Міндетті түрде дәрігерге барып, бас ауруын анықтаған абзал. Тұқым қуалайды. Аяқ-қолдың ұюы кейбір адамдардың қанында болады. Ол қан арқылы ұрпағына тарайды. Бұл кезде буын, табан, жіліншік жиі жансызданып тұрады. Жарақат алғанда немесе ауыр зат көтергенде абайсызда жарақат алсаңыз, сол тұстың жүйкесі сыр береді де қан айналым бұзылады. Нәтижесінде жарақат алған жүйесі ұйып бастайды. Шылым шегу. Яғни темекі тарту, никотин буынды қанмен қамтамасыз етуге кедергі келтіретін бірден-бір улы зат. Сонымен қатар жүйке жүйесінде бұзуға қабілетті. Қан мен жүйкенің жұмысы әлсіресе, аяқ-қолда ұйиды. Аяқ-қолдағы ұю бұл бұлшықеттердегі бұлшықет невриттік. Қолдың ұюы көбіне ағзадағы микроэлементтердің әсіресе кальцийдің жоғарылап, магнийдің төмендеуінен болады. Бұл жетіспеушілікті ағзаның өзі реттеп отырады. Егер қозу жиі болып тұрса, бұл деген ағзаның күші жетпей жатыр деген сөз. Сол кезде магний препараттарды, таблеткаларын ішкен дұрыс. Ал әр кездегі болған ұюлар қауіпті емес. Олар микроэлементтер жетіспеуінен емес, сол бір сәттегі жағдайларға байланысты болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.